Ерте заманда бір кедей етікші болған екен дейді. Бала шағасы көп болып, кедейліктен тұрмысы да ауыр болыпты. Күнелтіп бала шағаларын асырау үшін ол ел аралап, қобдиын құшақтап жүріп етік тігіпті. Сөйтіп етіктер тігіп, аз ғана табыстарымен бала шағаларын асырап күн көріпті. Күндердің бір күні етікші қобди қолтықтап, таныс емес бір ауылға етік тігуге аттанады. Бұрын жүрмеген жолы болған соң етікші адасып кетеді. Түнде болады. Ақырында етікші далада жалғыз тұрған иесіз үйге кездеседі. Иесіз қыстаудың ішіне кіріп, етікші пешінің үстіне шағып қобдиының басына төсеп жата кетеді. Бір уақытта сылдыр-гүлдір бір нәрсенің даусы шығады. Етікші есікке қараса, маңдайында жарқыраған жалғыз көзі бар бір еңгезердей дәу кіріп келе жатыр екен. Дәу кірісімен пеш үстінде жатқан қандай адам, дейді етікші. Бұл етікші, дейді дәу. Бізге керек шебер ғой, дейді. Дәу бұйырып, кәне бір бері кел, шебер мына үйге кір. Ертең етік тігерсің, бүгін ұйықта, дейді. Бір бөлмеге кіргізеді. Дәудің өзі есіктің алдында жатып ұйқыға кіріседі. Етікші ішінен енді өмірім жойылды, өліп кетсем, бала шағамды кім асырайды екен деп үрейленеді. Одан кейін етікші дәу қолынан өлгенше дәуді өлтіріп өлейін деп өткір пышағын алып әзірлейді. Дәу ұйқыға кетті-ау деген кезде етікші пышағымен дәудің жалғыз көзін түйіп алады. Дәу бақырып, егер ер болсаң екі соқ, дейді. Етікші бірде жетер деп дәудің үстінен аттап өтіп, есікті ашып сыртына шығады. Дәу табанда өлген екен, дейді. Етікші сыртқа шығып, иесіз үйдің төбесіне шығып түнейді. Таң атқан соң дәудің үйін аралап қараса, бір қараңғы жерде сандық тұр екен. Етікші темір сандықты азар дегенде ашады. Оның іші тола алтын күміс болады. Бұдан кейін етікші көтергенінше алтынды алып, кері ізімен үйіне қайтады. Үйіне келіп, бұл алтындардан керегін алып, барша мұратына жеткен екен, дейді. Етікші балалары өскесін асыраған екен, дейді.